Ешқашан ұшып көрмегендер тыңдасын, сіздерге керемет лайфхак бар. Менің есімім Еркебұлан, әуежайда 5 жылдан аса жұмыс істеймін. Және де менен көптеген таныстарым сұрайды: мен ұшып көрмеген едім, не істеуге болады, қорқамын, билет қымбат шығар, бір рет болса да көру керек еді деген сияқты нәрселерді маған айтады да. Енді негізінде сіздердің жағдайды үкімет те, әуе компанияда ойлап қойған. Бұны просто көп адам біле бермейді. Мен сізге соны қазір жеткіземін. Ол субсидияланған рейстер, яғни мемлекеттің өзі қолдайтын рейстер бар. Оның мынандай 3 түрлі ерекшеліктері бар. Біріншісі, сіз қай күнге билет алсаңыз да бағалары бірдей тұрақты баға. Яғни мейрам ба, демалыс па, билет аз қалды ма, көп қалды ма, оған қарамайды. Және де келесі артықшылықтары: билеттің күнін ауыстырсаңыз немесе мүлдем бас тартсаңыз, ол тегін жүзеге асады. Шынымен де керемет емес па? Мысалға мынаны қараңыздар. Мынау скрин Алматы Тараз бағытындағы билет әр күнге тұрақты 20 000 теңге екені көрініп тұр. Міне, осы секілді басқа да субсидияланған рейстерді мен төменге мәтін қалдырамын. Және де бұл ақпаратты ешкімге жібермей, тек өзіңіз пайдаланыңыз.